Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай ішінде начинкасы көп, сочный әрі өте дәмді донер жасайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Алдымен тауықтың төс етін алып, жіңішкелеп турап алатын боламыз. Егер де сіздерге тауық мүлдем ұнамаса, сіздер сиыр етімен де жасасаңыздар болады. Ендеше кірісейік. Тауығымызды толықтай турап алғаннан кейін табамыздың үстіне май құйып, майдың қызғанын күтеміз. Достар, егер де сіздер мен сияқты тауықтың етімен емес, сиырдың етімен істейтін болсаңыздар, еттің толық және жұмсақ болып пісуін қадағалаңыздар. Енді қызып тұрған майға тауықтың етін салып, толықтай ақ түс болғанша жақсылап тұрып қуырып аламыз. Мейрамханадағы тауықтар сияқты қызарып пісуі үшін оған томат пастасын немесе паприка салсаңыздар да болады. Мен томат пастасын қолдандым. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Байқағандарыңыздай тауықтың суы шықты. Ол суы толықтай тартылғаннан кейін тауықтың астын өшіреміз. Етіміз қуырылып жатқан уақытта картофельный пай жасауға кірісейік. Ол үшін бізге осындай терка қажет. Және де картопымызды жақсылап тұрып өткізіп аламыз. Мінеке көріп тұрғандарыңыздай осындай жұқа әдемі болып шығады. Ендеше жалғастырайық. Картоптарымызды жақсылап тұрып теркадан өткізіп алдық. Енді бұл картопты салқын суда жақсылап тұрып крахмалы кетіргенше жуып аламыз. Көп жуудың қажеті жоқ, бір рет жуып алсаңыз да жеткілікті. Қарап тұрсаңыздар өте көп крахмал шығады, ал крахмал бізге мүлдем қажет емес. Жуып алған картоптарымызды жақсылап тұрып құрғатамыз. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы кез келген жолмен құрғатсаңыздар болады. Мен сияқты ас үйде пайдаланатын майлықпен немесе қағаз майлықпен де құрғатсаңыздар болады. Картоптарымызды жақсылап құрғату керек, себебі барлығымыз білетіндей ыстық майға су салған кезде өте қатты шашырайды, және де сіздер қолдарыңызды күйдіріп алуларыңыз әбден мүмкін. Жақсылап қызып тұрған майға картоптарымызды саламыз, және де толықтай піскенше осы майда қуыратын боламыз. Ол үшін 3-5 минут жеткілікті. Мінеке осындай сарғыш түске енгенше қуырып аламыз. Енді донерімізді жинауға кірісейік. Ең бірінші лаваштың үстіне кетчуп, одан кейін майонез. Мен кетчуп пен майонезді ыңғайлы болу үшін осындай бұрышынан кесіп алдым. Енді оның үстіне бағанағы қуырған етімізді, осылай ұзыншалап туралған қиярымызды, сосын үстіне қызанақ саламыз. Сосын бағанағы жасаған картофель пайларымызды үстіне саламыз. Енді оның үстінен тағы да кетчуп пен майонез қосатын боламыз. Осы соустардың арқасында біздің донеріміз сочный, күшті болып шығады. Енді видеода көрсетілгендегідей ораймыз. Бірінші рет орай салғаннан ешкімде әдемі болып шықпайды. 3-4 рет орағаннан кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Енді барлық лавашпен осылай дайындап аламыз. Енді дайын болған донерлерімізді құрғақ табада екі жағынан жақсылап тұрып қызартып аламыз. Асықпай қызартыңыздар, сол кезде қытырлақ болып шығады. Осымен достар, біздің донер дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осындай сочный, қытырлақ, күшті болып шығады. Жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ендеше рецепт ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңырау шаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше бізге ас болсын, сау болыңыздар.